Қайырлы күн қыздар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін бізде рецептте песочно-лимонное печенье. Дәмі өте ерекше болып шығады. Жасап көріңіздер. Ол үшін алдымен 125 грамм сары майымызды дайындап аламыз. Және 1 лимонның цедрасы, 1 жұмыртқа, жарты шай кесе 100 грамм қант және 300 грамм ұн керек болады. Және кішкене сода керек. Мискамызға сары майымызды саламыз. Үстінен қант қосамыз. Және 1 жұмыртқамызды жарып, жақсылап араластырамыз. Енді ұн қосамыз. Одан кейін кішкене сода қосамыз. Және лимонның цедрасын қосамыз. Осылайша үккіштен өткізіп аламыз. Және қасықпен осы қоспаларды араластырып, қамыр илейміз. Енді осы қоспадан кішкентай шариктер жасаймыз да, бетін кунжутпен әрлейміз. Не болмаса вилкамен бастырамыз. Печеньеларды 180 градустық температурада 15 минутқа қойып пісіріп аламыз. Дәмі өте ерекше болып шығады. Қонақ дастарханына да қоюға болады. Жасап көріңіздер. Менің каналыма жазылуды ұмытпаңыздар.